Құрметті көрермендер, сіздер Шығыс Қазақстан облыстық қазақтарының этнографиясына арналған көрме залын тамашалап отырсыздар. Біздің көрме залға қойылған аталардан мұра болып қалған ерекше жәдігеріміз түпнұсқа кигіз үй, 6 қанатты кигіз үй. Кигіз үйдің өзі жаңағы кигіз үйдің сүйегі болады. Одан кейін сыртындағы киізі жабылады ғой. Сүйегінің өзі 3 бөліктен тұрады: кереге, уық, шаңырақ. Одан кейін киізі туырлық, үзік, түндігі бар. Кигіз үйдің өзінің жаңағы киіздерін айналдыра әсемдігі үшін осындай басқұрлар тартылған. Басқұрлар тартылатын болған. Кигіз үйдің өзі жазда салқын, қыста жылы және көшуге өте қолайлы. Кез келген уақытта кигіз үйді жығып, аталарымыз қыс-қыстауға, жаз жайлауға, күз күзеуге көше алған. Енді осы кигіз үйіміздің ішіне кірсек, бұл жерде мейлінше бұрындары қалай болған солай мейлінше толық әсемделіп жасалған кигіз үй. Міне кигіз үйдің өзіне кірген кезде төрде отырып, төрден саналатын болған. Мысалы, мына жағымыз оң жағымыз, мына жағымыз сол жағымыз. Оң жақ бұл жаңағы ер адамның бөлігі саналған. Ол ер адамның бөлігінде жаңағы ер адамға арналған заттар тұрған. Жаңағы міне қамшы, жүгенленген. Ал сол жағымызда бұл әйел адамның бөлігі болады. Әйел адамның төсек осы сол жақта болған, шымылдықпен осылай нестеліп, одан кейін кебеже, асадал, жаңағы самаурын қойылған. Төр өте құрметті орын саналған. Жаңағы құрметті қонағын төрге отырғызған атамыз қазақ. Одан кейін қабырғаларын кигіз үйдің өзінің керегелерін айналдыра осылай түскиіздер ілінетін болған. Мына түскиіздердің бәрі түпнұсқа бұрын өмірде қолданылған. Одан кейін төбеде әсемдік үшін мынандай желбаулар дейміз, баулар ілінген. Бұлардың өзінің әрқайсының атқаратын ерекше қызметтері болған. Мынандай шашақ баулар. Жаңағы шашақ бау осындай қазір әсемдік сыйлап тұрса кигіз үйдің ішіне. Одан кейін кигіз үй бұзылған кезде уықтарды жаңағы осындай шашақ баумен орап байлайтын болған. Желбаудың өзі де міне осындай қатты жел кездерінде жаңағы баумен шаңырақты ұстайтын болған. Одан кейін шаңырақтың өзін тіккен кезде бақанмен ұстап, шаңырақты дүзу ұстау үшін осы баумен бұлай ұстайтын болған. Төсек, бесік міне көрсетіліп тұр. Одан кейін сандықтың түрлері міне. Жалпы сандық пен кебеженің өзі де, мысалы, кебежеге көп жағдайда осы кебеже мен сандықты шатыстырады. Кебеже ол тағамды бұзылмайтын тағамдарды сақтауға арналса, сандықтар жаңағы киім-кешек, маталар, әжелеріміз сондайды сақтайтын болған. Жалпы кигіз үй қазақ өмірінде бұл ерекше баспана. Жаңа айттық, бұл көшпенділердің бір сыйлаған ерекше бір сәулеттік баспана түрі.